Наруто әлеміндегі ең қауіпті адамдардың бірі Обито Учиха. Ол 4-ші ұлы ниндзя соғысын бастады. Акацукиді көлеңкеден басқарды. Бүкіл әлемді жалған арманға кіргізгісі келді. Бірақ ең қайғылысы, ол жаман болып туылған жоқ. Бір кезде Обито Наруто сияқты арманшыл бала болған. Обито Учиха бала кезінде көп адамнан әлсіз болатын. Ол сабаққа кешігетін, жаттығуда ұтылатын, жиі күлкіге қалатын бала болады. Бірақ соған қарамастан оның үлкен арманы болды. Ол Хокаге болғысы келді. Бұл жағынан ол Нарутоға өте қатты ұқсайтын. Ең қызығы, Какаши талантты болса, Обито еңбекқор болатын. Обитоның өміріндегі ең маңызды адам ол Рин болды. Ол Ринді қатты жақсы көрді. Сол себепті қауіпті миссияларда да оны қорғауға тырысатын. Бірақ Рин Какашиді ұнататын. Соған қарамастан Обито ешқашан оны жек көрмеді. Керісінше достарын қорғауды жалғастыра берді. 3-ші ұлы ниндзя соғысы кезінде Обито ауыр жарақат алады. Үлкен тас оның денесін басып қалады. Сол сәтте ол өзін өлемін деп ойлайды. Бірақ ең соңғы моментте өзінің шаринганын Какашиге сыйға тартады. Бұл Наруто тарихындағы ең маңызды сахналардың бірі болды. Өйткені кейін Какашидің күші дәл осы шаринган арқылы жоғарғы деңгейге жеткен болатын. Ал Обито шын мәнінде тасын астында қалғаннан кейін тірі қалады. Оны Мадара құтқарып алады. Бірақ оның денесінің жартысы Ағзетсу жасушаларымен қалпына келтірілді. Мадара Обитоны өз жоспарына пайдаланғысы келді. Сол себепті оны ұзақ уақыт бойы бақылап отырды. Ең қызығы, Мадара Обитоның әлсіз жері эмоция екенін түсінді. Наруто тарихындағы ең қайғылы сәттердің бірі ол Риннің өлімі. Обито шайқас алаңына жеткенде Какашидің қолы Риннің кеудесінен өтіп жатқанын көреді. Бұл сәт Обитоның толық күйде өзгертті. Ең қорқыныштысы, сол кезде оның ішінде бәрі сынды. Ол адамдарға сенуді тоқтатты. Әлемнің үміт үзді. Шынайы өмірді жек көре бастады. Сол сәттен кейін Обито бұрынғыдай адам болмай, барлық әлемге қатыгездікпен қарай бастады. Обитоның бір көзі Какашиде болғаннан кейін Риннің өлімін көріп, екеуі де өте ауыр сезімді сезінгеннен кейін бір уақытта екеуі де Мангёку шаринганын оятты. Көп адамдар Обито неге жауыз болды деп сұрайды. Бірақ ол жай ғана жауыз болған жоқ. Ол соғыстан, өлімнен, қайғыдан шаршады. Сондықтан ол Цукиоми жоспарына көшті, яғни вечный Цукиоми, яғни адамзатты мәңгілік арманға кіргізгісі келді. Өйткені оның ойынша шын өмірде бақыт жоқ, ал ол барлығын басқарса, жасанды бақыт тауып беремін деп ойлады. Обитоның ең мықты күштерінің бірі ол Камуи. Бұл техника оның денесін басқа кеңістікке ауыстырады. Сол себепті шабуылдар оның денесінен өтіп кетеді. Тіпті Наруто, Киллер Би, Какаши бәрі оны ұра алмай қиналады. Минато ғана оның әлсіз тұсын тауып, өзінің мықты соққысын жасайды. Обито кейін Акацукиді басқарды, Мадараның атын қолданды. 4-ші ұлы ниндзя соғысын бастады. Бүкіл әлем бір адамнан қорықты. Ең қызығы, соғыс кезінде де Обито ішінде бұрынғы жақсы адам толық жоғалмаған болатын. Және соғыстың нәтижесін осы Обито шешкен болатын. Наруто Обитоны жек көрген жоқ. Себебі Наруто, егер мен достарымды жоғалтсам, мен де сондай болар едім деп түсінді. Бұл өте маңызды сәт болды. Обито мен Наруто бір-біріне өте ұқсас адамдар. Айырмашылығы, бірі үмітін жоғалтты, ал екіншісі өз үмітін соңына дейін сақтады. Обитоның соңғы сәті. Соңында Обито өз қателігін түсінді. Ол Нарутоны құтқарып, өз өмірін құрбан етті. Бұл оның сол сәттегі нағыз батырлығы болды. Ал ең соңында Обито қайтадан бұрынғы жақсы адамға айналды.
Обито Наруто әлеміндегі ең күрделі кейіпкерлердің бірі. Ол қатыгез болды, бірақ оның артында үлкен қайғы тұрды. Сондықтан көптеген фанаттар оны жек көрмейді. Керісінше, о ең қайғылы кейіпкерлердің бірі деп санайды. Ал сен қалай ойлайсың? Обито шынымен жауыз болды ма, әлде өз өмірінің құрбаны ма? Пікірге, комментарийге өз ойыңды жаза кет. Келесі қандай видео шығарайық? Сол туралы да өз ойыңды жаза кетсең болады. Достар, басқа да қызықты қазақша контентті видеолар көргілерің келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Қазақша контентті қолдауға өз үлестерімізді қосайық. Ендеше көп рахмет, сау болыңыздар.